Ойбай лайф. Эфирде Ойбай лайф, мен есімім Мұхит Сапарбаев, бүгін менде қонақта коуч, психолог Кәмшат Бекжігітова. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз. Сіздің мамандығыңыз біздің қоғамға қаншалықты қажет болды? Жалпы қоғамнан бұрын өзіме қатты қажет болды. Яғни психологияны оқысам да, коучты оқығанда да екеуіне де өзімнің талабыма өзім қатты білгім келгендіктен, өзім танығым келгендіктен сол әлемге бардым. Содан оқыдым, іздендім, бірінші психологияны іздендім. Бірақ бір айта кететін жағдай, мен бір университеттерде бір сұмдық нәрсе алдым деп айта алмаймын. Мен тек жаңағы өзін-өзі дамыту саласы ғой, шетелдіктерді оқу арқылы, сол арқылы өзімді танып білдім. Одан кейінгі коучқа келу себебім, коучта ол жерде жаңағы бір кітаптан оқығаным бар, адам өзінің мәселесін өзінен артық ешкім шешпейді. Тек өзіңе сұрақ қою арқылы кез келген сұрағына жауап алуға болады. Басты мәселе қандай сізде болған? Басты мәселе бұл күйзеліс. Кәдімгі әйелдердің барлығы тап болып жатқан, қазіргі кезде бір қитқа айналып кеткен күйзеліс. Сіз неден күйзеліс? Мен отбасы жағдайында күйзелісте болдым, ажырастым, 3 баламен жалғыз өзім қалдым. Кіші қызым емізулі болды, психологияны мүлдем білмейтін. Ол дүниеге біз ораламыз, отбасыңызға қатысты. Бірақ қазір енді сіз психологсыз, коуч маманысыз. Коуч деген сөзді көп біздің көрермендеріміз білмейтін шығар. Коуч мамандары ол адамдармен жеке жұмыс істеп, олардың мәселелерін шешуге тырысатын мамандар. Ол жаңадан келіп жатқан сөз біздің елге. Қазіргі таңда сіз мамансыз, басқа адамдардың мәселелерін шешесіз. Маман ретінде Кәмшат Бекжігітованың қолдасымен айырылысуына кім кінәлі болды? Өзім кез келген адамның басында туындаған мәселеге өзінен басқа ешкім кінәлі емес. Өзімнің білімсіздігім, яғни білімсіздік дегенде қандай? Бізде тал бесіктен жер бесікке дейін білім ал дейді ғой. Біз оны диплом, магистратура сондайменен шатастырған екен, өз басым. Сондықтан мен өзімді таным... Нені дұрыс жасамапсыз сіз? Көп нәрсені дұрыс жасамын. Мысалға? Мысалға, әйел адамның, жалпы адам баласының өмірдегі өзінің орны болады ғой. Мен көп нәрсені, кез келген ситуацияны мен проблема деп қабылдаған. Күйеуіңіздің мен жетіңіз ба? Күйеуіңіз көңілдесіне кетіп қалды ма? Ақша таппады ма? Сізді ұрып соқты ма? Қандай дүниелер? Мен дұрыс емес, жаңағыдай, екеуміздің арамыздағы әңгімелердің бәрін дұрыс емес қабылдағаным, яғни ұрыс болады, жанжал болады, иә. Қазіргідей, мысалға, қалай айтсам болады, уақытымды босқа өткізгенмін, телефон қарау деген сияқты әңгімеде болған бізде. Енді сондай қазір келетін хаттардың барлығына қарап отырып, бірінші айтатыным өзіңіз өзгеріңіз болды. Толық себебін қазір айта алмайсыз, сонда? Толық себебін айта алмағанда сол, мен мүлдем басқа адам болған. Мүлдем басқа. Сабырсыз болғанмын, жаңағы жоқ бір енді болмайды, әр үйде болады ғой, неше түрлі бір кішкентай ғана мәселелер. Соны ошықтырып қарағанмын. Оның бәрі білімсіздігімнің арқасы деп ойлаймын. Көп нәрсені білмегендігімнен деп ойлаймын. Өзімдікі дұрыс дей бергенмін. Көп жерде өзімдікі дұрыс дегенмін. Ал қазір көп ақпарат білесіз, кітапта жазып жүрсіз. Жолдасыңызбен осы кешірім сұрап, қайтадан кешіріп қойғанбыз, кешіріп ешқандай қосылдыңыздар ма? Қосылмадық. Енді ол кісінің өзінің отбасы бар, одан кейін отбасы болған. Отбасы бар, бәрі жақсы. Кешіріп, ешқандай ұрыс жанжал жоқ. Уақыты болған кезде мен өзімнің дұрыс емес екенімді, ол адам өзінікін кешірім сұрасы, достар сияқтымыз. Біздің елде психолог адамдар барса, жынды ма деп айтады, Иә, соның бірі мен болатынмын. Яғни бір ауытқу бар адамдар барады деп ойлағанмын. Сондықтан қазіргі кезде енді ол да біздің психолог, мен ойлаймын, кезінде психолог мамандардың өздерінің кім екенін дұрыс көрсетпегендігі. Яғни халықпен дұрыс жұмыс істемегендігі деп ойлаймын. Қазіргі таңда өзіңізде байқап жүрген шығарсыз, Аллаға шүкір, қаншама осындай өз ізденіп психолог болғандар бар. Онымен қоса жаңағы шығып психолог екенін көрсетіп жатқан кісілер бар. Сіз қаншалықты бақыттысыз? Алхамдулилля, бақыттымын. Дәл осы қазір сізбен отырудың өзінде бақыт. Шынайы бақыт. Шынайы бақыт.
мен сіздің бір әріптестеріңізді білемін да. Иә. Әлеуметтік желіде жазған сөздерін оқысам, бір керемет. Мен ол адамдарды танымаймын. Бірақ өзгерді екен деп те ойлаймын. Өмірде кездесіп қалған кезде бір ситуациялық жағдайларда қарасам ешқандай өзгеріс жоқ. Сол сияқты сізде жазған посттарыңызбен, жазған кітаптарыңызбен сіздің ішкі дүниеңіз қаншалықты сәйкес келеді? Енді жалпы былай ғой, адам негізі не оңай, ақыл айту оңай, иә? Дегенмен де мен де көп қараймын ол нәрсені, көп қараймын. Кімнің сөзімен ісі сай келіп жатқан адамдар деп ше, кейде күлетін де жағдай болады. Өмірде басқа адам. Жазғанда әдемі қылып тұрып жеткізеді, иә? Бірақ мен ойлаймын, менің қаншалықты шынайы екендігі, яғни өзімнің өмірімдегі тәжірибені мына кітапқа жаздым. Бұл кітаптың адамдардың сондай жүрегіне жете білгені бұл өте көп көмектесті. Және сұранысқа жоғары ие болды. Себебі бұл шынайы өзімнің жасаған. Мен өте бір жаңағы бір жұлдыздар отбасында, я болмаса оқығандар отбасында туылған адам емеспін. Орта жағдайдағы қарапайым халықтың ортасынан шыққан адамын. Шынайысыз, өзгермейсіз, құбылмайсыз. Ешқандай ондай нәрсе. Қалай болып жатыр, солай айтасыз. Иә. Ойынды өзгертіп, өмірінді өзгерт дейсіз. Бұл сіздің кітабыңыздағы жазылған дүниелер қаншалықты өзіңіздікі? Бұл жерде мен бір жаңалық ашқан жоқпын, ешқандай да. Мен әлемдік деңгейдегі психологтардың бәрін оқыдым. Сол жерде бізге келетіні бар, келмейтіні бар, иә? Қазақтың менталитетіне. Соларды алдым, өмірде пайдаландым, содан нәтиже көрдім. Соны өз тіліммен жеткізіп жаздым. Қанша мың тираж бүгінгі таңда? Бүгінгі таңда қазіргі кезде 70 мыңыншы тираждар шығып жатыр, Аллаға шүкір. Енді оның қазір 40 мың мен 50 мыңның ортасында тұр сатылым. Бір аз ғана уақытта 50 мыңға жетеміз деген ойдамын. Қанша қаражат таптыңыз? Жақсы. Аллаға шүкір. Миллионмен айтқанда? Миллионмен айтқанда өте көп. Өте көп таптым. 300 миллион? Айына... Орта есеппен? Таптым. Жақсы, Аллаға шүкір таптым. Өмірімде рахаттанып отырып таппаған нәрсемді таптым. Өмір бойы жұмыс, ақша деп соңында жүре беріп, дәл осындай еш нәрседе жасамай, кітабымды жазып қойып, өзіңнің сүйіктісімен айналысып отырып, рахаттанып табыс табу дегенді сездім. Неге сіздің кітаптарыңыз жақсы өтеді? Неге басқа жазушылардың, басқа бағытта, осы әдеби бағытта жұмыс істейтін кісілердің кітаптары неге бүгінгі таңда өтпей жатыр? Бұл тенденция бізге қайдан келді, қалай ойлайсыз? Жалпы айтайын ба, бізде бір заманда жаңа ақша табу деп кетіп қалдық, иә? Бәріміз ақша табу деп. Мен соңғы рет шыны керек мектепте оқып жүрген кезде, соңғы мектепте оқып жатқан кезде жаңағы сұрақты былай қояйыншы, Кәмшат ханым, кешірім сұраймын. Кәмшат Бекжігітованың бұл кітабы қаншалықты құнды? Неге мен бұл кітапты сатып алуым керек? Неге мен басқа жазушылардың кітабын емес, неге мен сіздің кітабыңызды сатып алуым керек? Біріншіден, бұл кітап сіздің білімге деген қатты көзқарасыңызды өзгертеді, кез келген қарапайым халықтың. Екіншіден, бұл кітапта тапсырмалар бар, арнайы өзіңнің тәжірибең жазылған. Сосын ең бұның фишкасы деп айтама қалай? Сол жері бұл өте қарапайым тілде жазылған. Өте қарапайым тілде, кез келген титтей баладан, 5-6 жасар кітап оқи алатын баладан, сонау 70-80-дегі апа-әжелеріміз оқыса да түсіне алады. Өте қарапайым тілде тапсырма бар. Сосын сенің білімге деген қаншалықты білімнің өмірде маңызды екенін түсіндіреді. Менің қойғым келген сұрақ сізге, барлық сіздің әріптестеріңізге бүгінгі таңда екінің бірі шеберлік дәрісін беріп жатыр. Мен де шеберлік дәрісін беремін, бірақ мен білетін дүниені айтамын да. Журналистика саласы, бұқаралық ақпарат құралдары мен мемлекеттік қызметкерлер қалай жұмыс жасау керек. Бұл шағын топқа арналған шеберлік дәрістер. Мен ойымша, осы бір
қаражаттың соңынан кетіп қалған жоқсыздар ма бүгінгі таңда? Өте орынды сұрақ. Енді өзім үшін жауап берейін, басқа кісілер үшін емес. Жалпы былтырғы кезде кітап шыққаннан кейін мен расында аймақтардағы адамдармен тікелей кездескім келді. Адамдармен бетпе-бет әр кімде қандай проблема бар екен білгім келді, не қажет екенін білгім келді. Сол мақсатта расында былтырғы жылы біз бір 6 ай ішінде әр өңірді аралап шықтым. Әр өңірді, әр қаладан аралап көріп қайттым. Енді бір табыс табу деп, шыны керек ол жерде мен бір табыс таптым деп айта алмаймын. Өйткені 5 мың, 10 мың, 15 мыңға билет қойып қойдық. Қаншадан болды? Ең көп болғаны осы биылғы жылы, өткенде біздер жасағанда, қазір айтам, биылғы емес, былтырғы жылы Астанада болған кезде бір 300 адамдай болды. 300 адамдай болды. 3 миллион табыс көп емес. 3 миллион табыс таптым деп айта алмаймын. Енді бір таза 500 мың қалса, сол жерде қалған шығар. 3 миллион таптым деп айта алмаймын. Себебі мендегі басты акцент ол баяғыда әншілер баратын еді да, ауыл-ауылда аймақтарды аралап, облыс әкімдерінің есігін қағып, менің концертіме билетімді сатып беріңізші, мен концерт қояйын деп едім деп бірі келсе, артынан екіншісі келеді. Бүгінгі таңда сіздер осы коуч маманы бар, өзін коуч деп ойлайтын адамдар бар, аттарын атап түстерін түстемей қояйын. Қазір бүгінгі таңда ел-елді аралап концерт беріп жүрсіздер да? Концерт шоу деп айта аламын мен, себебі біреуі бір алма лақтырады дейді, мен өз көзіммен көрген жоқпын. Компьютер лақтырады дейді, басқа да дүниелер жасайды дейді, медитация жасайды дейді. Енді шоудың элементтерінің барлығы бар, оны толыққанды концерт деп қабылдауға болады. Әрине. Халық келетін, демалатын, халықты күлдіресіздер, интерактив болады, барлығы жақсы қойылған бағдарламалардың барлығы. Жалпы енді бұл түсініп отырмын сіздің айтқаныңызды. Мен де солай қарағанмын негізі. Өзім білім алып жүрген адам болғандықтан, мен арнайы уақытымды бөліп барады екенмін бір күнімді, мен ол жерден білім талап етемін. Барынша ақпарат тұтынып, соны алып қалуға тырысам. Және адамдарға да соны беруге тырысам. Менің тренингіме енді келген адам болса, кәмпит шашқан жоқпыз. Ондай шоуларды шашқан жоқпыз. Менен де сұрағандар болған. Сізде қай әнші болады? Сізде бір кәмпит шығаратын не хабарласып, сізге осындай кәмпит керек па, тренинг өткізет, өзіңіздің атыңызбен ен шығарып береміз деп. Мен түсінбедім, тренинг қой деп. Кейін мен түсіндім сондай нәрселер болып жатқанын. Жолға қойылған жақсы бизнес бұл. Дұрыс, енді өзі уақыт келеді. Жолға қойылған жақсы бизнес бұл. Жоқ, мен тренинг қазір өткізіп жатқан жоқпын. Мен жалпы айтып жатқан. Жалпы айтқанда енді әркім үшін жауап бере алмайсың ғой. Лично мен біреуге барған кезде сабақ талап етемін. Тура сол сияқты өзіне келген адам әрбір минутында керек ақпаратты алып қалса екен деп, тек қана слайд тұрады. Сол бойынша керекті мәліметтерді, ақпаратты береміз, қайтамын. Қазіргі таңда мен осы өткен жылдың декабрь айында соңғы рет біз үлкен жаңағы Астана қаласында жасап қайттық. Одан бері тренинг жасаған жоқпын. Тренинг деген мүлде жоспарымда жоқ нәрсе. Адам өзінің ісін білу керек та негізінде. Мен өзімді білем, ісімді. Мен бірінші ешқандай тәжірибесіз алғашқы кітап жазғанда мен осындай сұранысқа ие қыла алдым. Ендігі жерде мен біздің кітапты, Қазақстанның кітабын шетел шыға салысымен аударатындай деңгейге жеткізетін кітаптар жазып жатырмын. Аллаға, енді менің жақсы көретін ісім бұл кітап жазу. Ол тек қана психология емес, психологиямен келдім. Бұл жерде бір-екі тақырып бар жазылатын, ол туралы жазылады. Және мелодрамада жазып жатырмын, басқа да. Сол мен Қазақстанның кітап әлеміне қандай да бір серпіліс әкелсем деген мысалға. Сіздің бәсекелестеріңіз кім? Бәсекелес болмаса өсу болмайды, ол заңдылық дүние. Жалпы бәсекелес деп қабылдауға келмейтін жер, мен айтар едім, мен өз саламда өсу үшін жан-жақта шығып жатқан адамдарды көрсем, әзірге бір бәсекелес деп ешкімді айта алмаймын. Жақсы кітап жазған адам деп Қуаныш Шонбайдың кітабын айта аламын. Жақсы кітап жазылған, керекті, халыққа нағыз керекті кітап, бірақ бәсекелес деп санамаймын ол кісіні. Ешқандай да өз саламда бәсекелес деп айта алмаймын ешкімді де. Әзірге жоқ. Әзірге бәсекелес жоқ. Психолог ретінде менің қоятын сұрағым, адамдар неге адасып жүр қоғамда?
Жалпы неге өз-өзін жоғалтты, неге сіз сияқты мамандарға тәуелді болып қалды? Ол бір адам емес, айтып жатырсыз 50 мың адам кітабын сатып алды деп. Ол 50 мың адам адасып жол таппай жүрген адамдар. Сіздің кітабыңызды іздеп барып алатын адамдар, немесе сізді әр өзіңіздің прямой эфир деп айта берейікші, Инстаграм әлемінің тілімен. Әр прямой эфиріңізді көріп, әр постыңызды оқып отырған адамдардың барлығы адасып жүрген адамдар. Оған себеп. Жалпы былай ғой, қазіргі заманның ағымы, уақыттың өте жылдамдығы, өте тез дамуда. Адамдар мысалға мен бұны адам өзін іздей бастады. Яғни іште қандай да бір күйзеліс пайда болды. Бұрынғы кезде алып қарасаңыз, мүлдем әйел адамдардың тірлігі мүлдем басқаша болған, ер азаматтар ол атқа мініп түседі. Одан кейінгі уақыт өте келе бәрі өзгеріп келе жатыр. Қазіргі таңда мына өзгеріс өте аз. 50 мың деген не? 17 миллион қазақтың 10 миллион таза қазақ деп алып қарасақ, 50 мың деген түк те емес, оның бір тамшысы ғана. Мысалға да, әлі біз бәленбай адамның өзгеруіне серпіліс беруіміз керек, себеп болуымыз керек. Оған себеп қай кезде біз ол дүниені байқамай қалдық, қай кезде адамдар өз-өзін жоғалтты. Бұл мынандай кез шығар, жаңағы керек па керек емес па диплом алдық, керек па керек емес па оқу бітірдік дегенді алдық. Және көптеген жұмыссыздық соған қарай. Базар кешіп кеттік, әйелдер аладорба арқалап бірінші алдыға түсіп кеттік. Соның барлығы әйел адам қанша жерден күрек тапсақ та, біз нәзікпіз, біз әйелміз, біз еркелеуіміз керек, біз жаңағыдай өзіміздің әйел екеніміз. Әйел гормон бәрі ойнайды ғой, былайша айтқанда. Соның барлығы бір күйзеліске алып келеді. Шаршайды қанша ақша тапсаң да. Ер азамат өзінің кішкене несін жоғалтып алды, әйел адамдар өз орнын жоғалтып алды да. Міне соның барлығы қазір шығып жатыр. Бұл өте үлкен қарқында болады бұл ізденіс. Неге? Себебі қазіргі таңда әйел мен еркектен бөлек робот деген нәрсе пайда болды. Біздің бәленбай 500-600 адамның жұмысын бірнеше робот қана атқарады, жұмыссыздық қаптайды. Міне нағыз ізденіс сол кезде болады. Ал бұл өте жақсы біздің елдің дамуына. Сіздің тренингтеріңізде, сіздің кітабыңызды алып оқыған адамдар, жалпы сізге келетін адамдар, ең басты үш сұрақ қандай? Көп адамды ер кісі болсын, әйел кісі болсын, басты мазалайтын үш сұрақ қандай? Ең бірінші сұрақ бұл отбасы мәселесі. Яғни күйеуім, анау, енем, сондай сұрақта бұл отбасы мәселесі келеді. Екінші сұрақ бұл өзін өзгерте алмай жатқан адамдар. Жау қауымын, қалай істесем болады, не істесем болады деген. Үшінші нәрсе міндетті түрде қаржы, мақсатын айқындау. Қаржыға келіп келеді. Осы тақырып қатты үлкен сұранысқа. Қамшат Бекжігіт ба, феминистка ма? Жоқ? Сіздің қай кезде көңіл күйіңіз болмайды? Сізге еңсеңіз түсу, депрессия деген дүние жақын ба? Менің көңіл күйім бір ғана жағдайда болмайды, егер де мен біраз уақыт жазу жазбай қалсам, ішкі күйзеліс барлық нәрсені тастай қалып, ноутбукпенен немді алып, басқа әлемге кетіп қалғым келеді. Сол жағдайды дереу жасауым керек екен білем, өйткені ол жасалмаса біраз адамға таяқ тиіп кететінін білем. Бірінші жаңағы балаларға дұрыс қарамай қалуы мүмкін да, сондықтан барынша жазудан ажырамауға тырысамын. Күйеуге тигіңіз келеді ме? Күйеуге тигім әзірге келмейді. Неге? Әзірге келмейді. Неге? Қазір мен жазатын дүнием көп. Мен ойлаймын, өз мақсатыма қарай дұрыс қадамдар жасап келе жатсам, Алла тағала бұл нәрсені де менен маған бұл бір өзіме тиесілі, өзіме бір қажетті ер азаматты жолында дайындап қояр деп бүйтіп күйеу іздеп жатқан жоқпын. Жұмыс істеп, кітап жазып, ақша тауып, тренинг жасап та бақытты болуға болады деген феминисткалардың ойы сияқты. Жалпы ең бірінші нәрсе бұл өзіңнің сүйікті ісіңмен айналысу. Кез келген адам баласының бойындағы қабілет бұл шексіз, бізге Алланың берген қабілет. Қаншама мысалға Мұхтар Әуезов атамыз, Абай Құнанбаев атамыз қаншама дүниені жазып кетті, бірақ өмірінің соңында ол кісі кеткен кезде де біраз дүние ішінде қалып кетті. Яғни бұл шексіз қабілет. Солар жазған дүниені, қазіргі заманға мен де жаза аламын деп ойлаймын.
сол себепті мен өзімнің бар қабілетімді барынша пайдаланып жазғым келеді. Сол нәрсені шығарғанда рахат аламын. Күйеу де басқа да барлық нәрсе ол бос сияқты. Күйеусіз қайдан күйеу бар кейбір көп достарыма қарағанда мен бақытты сияқтымын. Өзімнің рахаттанып жұмысымды жасаймын, табысым жүріп жатыр, бала шағам отан алдында, әйел адам ретінде өз борышымды өтедім. Әйел бақыты. 3 балам бар, ана бақытына иемін. Әйел бақыты деген сол деп ойлаймын енді. Егер не керек бір күйеудің егер онымен бүйтіп басы сыйыспай қазір өте көп қой, мен ойлаймын өз мақсатыма барғанда өзіме қажетті адам жолығады, міндетті түрде. Орамалды әдемі қылып тағып алыпсыз, иә? Рахмет. Модный қылып. Намазда екеніңізді білемін, бағдарламаның басында айттыңыз. Қоғамда бүгінгі таңда бір топтар бар. Қатты осы дүниені үгіт насихатты жақсылап жасайды. Сізге кедергісі бар ма? Маған жалпы жұмысыңызда жалпы онда ешқандай да кедергісі жоқ. Бір арналар болды, осылай сұхбатқа шақырып орамалыңызды шеше қойыңыз дейді да, бізде болмайды деп. Менің орамалым одан жоғары, менің өзімнің ұстаған принциптарым бар, сондықтан ешқандай кедергісі жоқ. Кімге орамалсыз керекті мен бара алмайды екенмін. Орамалым ешқандай кедергісі жоқ. Енді мен бүйтіп бүркеніп қазаққа жат нәрсе жасап жатқан жоқпын, керісінше жаңа заманауи киініп пе, әйел баласы болғаннан кейін 18 жасар қыз емеспін, қыз болсам шашымды өріп жіберіп қойып оны жасар едім. Дегенмен өзімнің жасыма сай, өзімнің қазақи менталитетіме сай киінуге, орамалды тастамауға тырысамын. Біз сізбен жарты сағат болды, сөйлесіп отырғанымыз. Жарты сағатта психолог, коуч маманы ретінде адамдармен жұмыс жасайтын мен туралы қандай ақпарат айта аласыз қазіргі таңда? Дәл осы жерде. Сіз туралы сіз жаңағыдай қытыққа тиіп бір сұрақ қойғыңыз келеді. Бүйтіп бір нәрсені шығарғыңыз келеді. Және адамдардан шынайылықты қатты күтесіз өзіңіз. Содан кейін бар қоғамды қамтығыңыз келеді, қоғамда басты болып жатқан мәселелерді жаңағы көтергіңіз келеді, сол туралы айтқыңыз келеді. Және сол әрбір маман сол туралы шынайы айтса екен дейсіз. Адамның ісіменен сөзі сай болуды қатты қалайтын адамдар. Менің көргенім шынайы бәрі. Сізге қолы жетпей жүрген, сізге хат жазып, сіз дайректке жауап беріп жүрген де адамдар көп шығар Инстаграм әлеуметтік желісінде. Сол себептен қысқаша ғана бір медитация жасайық сізбен. Мен де үйреніп алайын, көрермендер де үйреніп алсын. Көзді жұму керек па? Жоқ, ешқандай айнаға қарап тұрып өзіңізге қарап тұрып. Айнаға қарап тұрып. Мен сізді айна деп елестетейін. Мен ең әдемі адаммын. Мен ең әдемі адаммын. Мен ақылдымын. Мен ақылдымын. Менің денім сау. Менің денім сау. Кез келген жерде сәттілік менімен бірге. Кез келген жерде сәттілік менімен бірге. Алланың әрбір күні мен үшін тек қана жақсылық пен қуаныш алып келеді. Алланың әрбір күні мен үшін тек жақсылық пен қуаныш алып келеді. Сізге қандай жағдай болмасын, әйел бақытын тілеймін. Кітаптарыңыз сатыла берсін, 300 миллион миллиард болсын. Оқырмандарыңыз көп болсын. Сапалы дүние күтеміз сізден. Әдеби деңгейде жақсы жазылған. Мен былай ойлаймын, мен қарсылығы жоқ коуч мамандарына, бірақ адам өз-өзіне көмектеспесе, әрине, ең бастысы. Оған Кәмшат Бекжігітова да, дұрыс айтасыз. Брайан Трейси да, Қуаныш Шонбай да ешкім көмектесе алмайды деп ойлаймын. Коучтың басты мақсаты сол ғой жұмыстағы. Яғни сұрақ қою арқылы кез келген адамның сұрағына өзіне жауап бергізеді. Ойбай-лайфқа келгеніңізге рахмет. Сау болыңыз, рахмет сізге де. Ойбай-лайф. Сіз көлікті кім ұтып алды сізде? Чымкенттік кісі. Чымкенттің қазы. Онда маркетингтің бір түрі ма? Ол менің ойлап тапқан маркетинг. Мысалға өзіме келді идея. Енді бір қымбат көлік сыйламадыңыз ба? Нормально көлік сыйладық қой, 5 миллион 700 мыңның көлігін сыйладық. Сатылғанға қарай 1000 жаңа оқырман таптым, былайша айтқанда. Яғни менің мақсатым не болды? Мына кітап сатылса, ендігі кітап мақсат тақырыбында жазылып жатыр, Алла қаласа шығады, ол нағыз кітап. Енді
нағыз керекті кітаптың бірі. Ой бай лайф.